Сәлеметсіздер ме, 2-ші сынып оқушылары? Математика сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы құрама есептер. Бүгінгі сабақта сен екі амалдан тұратын есептерге талдау жасап, оларды шығаруды үйренесің. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Өрнектердің мәнін тап, олардың мәніне қай әріп сәйкес келеді. Сандарды өсу реті бойынша қойсаң, Алматыдағы тау шаңғы курортының атауын білесің. Бірінші өрнегімізге қарайық. Біз бірінші көбейту амалын орындаймыз. 3-ке 5-ті көбейтеміз, 15-ке тең. Екінші көбейтуді орындаймыз. 7 көбейту 2, 14-ке тең. 15-тен 15-ті азайтамыз, 0-ге тең. 0-ді 14-ке қосамыз, 14-ке тең. 14 м әріпі. 24-ті 4-ке бөлеміз, 6-ға тең. 6-ны 5-ке көбейтеміз, 30-ға тең. 30-ға 50-ді қоссақ, 80-ге тең. Келесі өрнегіміз. 4-ке 9-ды көбейтеміз, 36-ға тең. Келесі көбейту амалдарын орындаймыз. 3-ке 2-ні көбейтеміз, 6-ға тең. 6-ға 1-ді көбейтеміз, 6-ға тең. 36-дан 6-ны азайтамыз, 30-ға тең. Жақшалы өрнек берілген. Біз бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 12-ні 4-ке бөлеміз, 3-ке тең. 27-ні 3-ке бөлеміз, 9-ға тең. 32-ні 4-ке бөлеміз, 8-ге тең. 9-ға 8-ді қосамыз, 17-ге тең. 7-ні 4-ке көбейтеміз, 28-ге тең. 20-ны 2-ге бөлеміз, 10-ға тең. 6-ны 5-ке көбейтеміз, 30-ға тең. Қосу мен азайту амалдарын орындаймыз. Бізде бірінші қосу амалы тұр. 28-ге 10-ды қосамыз, 38. 38-ден 30-ды азайтсақ, 8-ге тең. Жақшашын орындаймыз. 12-ге 6-ны қосамыз, 18-ге тең. 18-ді 3-ке бөлеміз, 6-ға тең. 47-ге 6-ны қосамыз, 53-ке тең. Келесі өрнегіміз. 45-ті 9-ға бөлеміз, 5-ке тең. 5-ті 5-ке көбейтеміз, 25-ке тең. 18-ді 2-ге бөлеміз, 9-ға тең. 25-ке 9-ды қосамыз, 34-ке тең. 34 Л әріпі. Жақша ішінде 2-ке 6-ны қосамыз, 8-ге тең. 24-ті 8-ге бөлеміз, 3-ке тең. 14-ті 7-ге бөлеміз, 2-ге тең. 3 пен 2-ның айырмасы 1-ге тең. 1 Ш әріпі. Балалар, сандарды өсу реті бойынша қойып көрейік. 1 Ш әріпі. 1-ден үлкен 8. О әріпі. 8-ден үлкен 14. М әріпі. 14-ден үлкен 17. Б әріпі. 17-ден кейін 30. О әріпі. 34. Л әріпі. 53. А әріпі. 80. Қ әріпі. Демек, балалар, Алматыдағы тау шаңғы курортының атауы Шым бұлақ екен. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Есептердің шартын оқы. Есептеулерді орындай отырып, сен нені білесің? Сұрақтар құрастырып, есептерді шығар. Аспалы жолмен жүретін бір кабинаға 8 адам сияды. Серуенге 24 бала, олардан 3 есе кем ересек адамдар келді. Балалар 24, ересек адамдар. Балаларға қарағанда 3 есе кем. Барлығы 8 адамнан неше кабина?
Ал балалар, енді өрнектердің нені білдіретінін тауып көрейік. 24-ті 3-ге бөлеміз. 8-ге тең. Демек, ересек адамдар 8 екен. Келесі өрнек 24-ті 8-ге бөлеміз. 3-ге тең. Балаларға қарағанда ересек адамдар 3 есе кем. 24-тен 24 пен 3-тің бөліндісін азайтамыз. 24-ті 3-ге бөлсек 8-ге тең. 24-тен 8 азайтсақ 16-ға тең. 16 бала артық. 24-ке 24 пен 3-тің бөліндісін қос. 24 пен 3-тің бөліндісі 8-ге тең. 24-ке 8-ді қоссақ 32. Барлығы 32 адам бар. Келесі өрнегіміз жақшы ішінде 24-ке 24 пен 3-тің бөліндісін қосып 8-ге бөл. 24 пен 3-тің бөліндісі 8-ге тең. 24-ке 8-ді қоссақ 32-ге тең. 32-ке 8-ді бөлсек 4-ге тең. Демек, балалар, барлық адамға 4 кабина қажет екен. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Есептер бойынша өрнектер жаз. Медеу мұз айдынына 9 бала келді. Бұл ересек адамдарға қарағанда 3 есе артық. Мұз айдынға неше ересек адам келді? Балалар 9. Бұл 3 есе артық. Ересек адамдар белгісіз. Мұз айдынға неше ересек адам келгенін табу үшін 3-ті 3-ке бөлеміз. 3-ке тең. Мұз айдынға 3 ересек адам келді. Мұз айдынға 9 бала, ал олардан 3 есе артық ересек адамдар келді. Мұз айдынға барлығы неше адам келді? Балалар 9. Ересек адамдар белгісіз. Балаларға қарағанда 3 есе артық. Барлығы неше адам келді? Неше ересек адам келгенін табу үшін 9-ды 3-ке көбейтеміз. 27-ге тең. Ересек адамдар 27. Мұз айдынға барлығы неше адам келгенін табу үшін 9-ға 27-ні қосамыз. 36. Жауабы, мұз айдынға барлығы 36 адам келді. Автобусқа 24 бала, балалардан 3 есе кем мұғалімдер, ал мұғалімдерге қарағанда 2 есе кеп ата-аналар отырды. Автобусқа неше ата-ана отырды? Балалар 24. Мұғалімдер белгісіз. Балаларға қарағанда 3 есе кем. Ата-аналар белгісіз. Мұғалімдерге қарағанда 2 есе кем. Автобуста неше мұғалім бар екен табу үшін 24-ті 3-ке бөлеміз. Мұғалімдер 8. Ата-аналардың нешеу екенін табу үшін 8-ді 2-ге бөлеміз. 4-ге тең. 4 ата-ана бар. Жауабы, автобусқа 4 ата-ана отырды. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Сұлбалар бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Шешуін өрнек түрінде жаз. Бірінші сұлбаға қарайық. Есеп құрастырамыз. Қайың 8 көшет. Бұл еменге қарағанда 2 есе кем. Емен белгісіз. Барлығы неше ағаш? Еменнің қанша екенін табу үшін 8-ді 2-ге көбейтеміз. 16-ға тең. Барлығын табу үшін 8-ге 16-ны қосамыз. 24-ке тең. Жауабы, барлық 24 көшет отырғызылды. Келесі сұлбаға қараймыз.
Қайың 8 көшет. Бұл еменге қарағанда 3 есе кем. Емен белгісіз. Емен қайыңнан қаншаға артық. Еменді табып алу үшін 8-ді 3-ке көбейтеміз. 24-ке тең. 24 емен. Қайың 8. Қаншаға артық екен табу үшін 24-тен 8-ді азайтамыз. 16-ға тең. Жауабы қайыңға қарағанда 16 емен көшеті артық отырғызылды. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Теңдеулерді шеш. Белгісіз санға 7 мен 4-тің көбейтіндісін қосқанда 40-қа тең. 7 мен 4-ті көбейтіп аламыз. 28-ге тең. X-ке 28 қосқанда 40-қа тең. Жай теңдеуге айналдырып алдық. Ал енді X-тің мәнін табамыз. X-тің мәнін табу үшін 40-тан 28-ді азайтамыз. 40-тан 28-ді азайтсақ 12-ге тең. X-тің мәні 12. Тексеріп көреміз. 12-ге 7 мен 4-тің көбейтіндісін қосқанда 40-қа тең. 7 мен 4-іміз 28-ге тең. 12-ге 28-ді қоссақ 40-қа тең. 40 тең. Келесі теңдеуімізге назар аударайық. 80 мен X-тің айырмасы 9 бен 5-тің көбейтіндісіне тең. 9 бен 5-ті көбейтіп аламыз. 45-ке тең. Күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырдық. 80 мен белгісіз санның айырмасы 45-ке тең. X-тің мәнін табамыз. X-тің мәнін табу үшін 80-нен 45-ті азайтамыз. 80-нен 45-ті азайтсақ 35-ке тең. X-тің мәні 35. Тексеріп көреміз. 80 мен 35-тің айырмасы 45-ке тең. 9 бен 5-тің көбейтіндісі 45-ке тең. Балалар, теңдеулерді әрі қарай өздерің шешіп көріңдер. 6-шы тапсырма амалдардың орындалу ретін анықта. Есепте. Бірінші өрнекке назар аударайық. 28 бен 4-тің бөліндісін 27 мен 3-тің бөліндісіне қос. Бірінші біз бөлу амалын орындаймыз. 28-ге 4-ті бөлеміз. 7-ге тең. Екінші бөлуді орындаймыз. 27-ні 3-ке бөлеміз. 9-ға тең. Үшінші қосу амалын орындаймыз. 7-ге 9-ды қосамыз. 16-ға тең. Өрнегіміздің мәні 16-ға тең. Балалар, әрі қарай амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектің мәнін өздерің тауып көріңдер. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.